Мен Еламанов Ержан, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Сізге айтамын, сіз халыққа шықпайсыз, халықпен сұхбаттаспайсыз. Қазақстанда не болып жатқанын білмейсіз, былай айтқанда дейтін ауыл аймақ. Білмеймін, бөтен елдерді қарап отырсаң, президенттер шығып халқымен кәдімгідей қолма-қол ұстасып жүреді. Сіз вообще көрінбейсіз да. Мына жақта хаос болып жатыр, былай қарасаңыз дейтін. Білгендерін жасап жатыр. Ақтөбе облысынанмын, ар жағында поселоктан. Мен енді емделіп жүрмін, емделіп жүргеннен бір айдан кетті. Әйелім де ауырып қалды, ол да емделіп жүр. Енді екеумізге емделетін ақша жоқ бізде дейтін. Бір айлықпен отырып, бүкіл халық солай отыр ғой енді. Сол 42.500-ді сол бермей-ақ бүкіл халыққа бір жеңілдік істеп қойыңдар шеш. Көмектеспей қойыңдар, көмек күтпейміз сендерден, болды. Мен өзім лично көмек күтпеймін. Өйткені көзім жетті алдында ауырған кезде дейтін. Дәрі-дәрмектерді тығып тастады. Одан кейін барып шығарып жатыр өтіріктен. Қаншама адам қырылып болды уже дейтін. Енді осы емделіп жатқандарға бір жеңілдік көрсетіңдерші, көмектеспей қойыңдар, бір жеңілдік қылыңдаршы. Направлениемен барайық қалаға, больницаға, қарасын. Қалада бүкіл больница ашық, платный жасап жатыр барлығы дейтін. Барлығы платный жасап жатыр, ақша істеп отыр конкретно. Направлениемен қарамайды. Ол қалай? Қалаға облздравқа звондадым. Олардан әңгімені тыңдайды да, Бутин номерді берді Ақтөбеден. 56 бірдеңе 56 деген номер. Мен қазір ортасындағы цифраны ұмытып отырмын. Уже 2 рет звондадым, сол номерге звондайды, сол номерді береді. Оған звондасам, ол көтермейді. Кеше айтты мен звондап, ол номерлерін көтермейді. Сендер неге біз сілтей саласыңдар бөтен біреуге деп. Қазір звондайды дейді. Звондаған жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Қанша сізді сайлаған жоқпыз біздер. Мен лично өзім сайлауда сізге берген жоқпын. Бірақ сіз қазір болдыңыз президент. Енді осы Қазақстан жайын қолға алуыңызды сұраймын сізден. Талап етем, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, өйткені мына жақта дейтін қаншама былықтар болып жатыр. Қай жерін ашсаң да былық қой, қай жерін ашсаң да дейтін. Жағалай ақша жасау. Енді міне карантин басылып жатыр, енді жайлап емделіп келе жатыр дейді. Енді карантинді ашып, направление берсін, барлығына жаңағыдай тапсырма беріңіз. Болмаса карантин ашылмаса да барып направлениемен қаралатын қылсын больницаға дейтін. Ауырып біттік қой, ақшамыз жоқ қаралатын. Ақшасы жоқтар сонда өле берсін деген сөз ба, бұл қалай сонда дейтін. В общем, сізден сұрарым, мен осы Қазақстан Республикасының азамат ретінде сізден талап етем, бұйрық беріңіз. Бұйрық беріңіз. Каждый ауыл аймақтан қалаға барып тегін қаралсын направлениемен. Бұрын қалай болды солай. Қазір наоборот осы індеттің кезінде, індет дейді енді, оны да бір Құдай біледі, ол індет па, індет емес па. Қалай ол болады да аяқ астынан сырасы басылып қалады, соған түсінбей отырмын да мен дейтін. Пневмония дейтін қаяқтан шықты, жаздың ішінде дейтін. Мен өзім, лично өзімді білем, еш қаяққа шықпастан пневмония болып қалды мен. Қалай пневмония болып қалды, өзім түсінбей отырмын да осы дейтін. Односторонний пневмония диагноз берді, емделдік соған. Енді сізден сұрарым, ешқандай, мен лично өзім айтатын 42.500 сол бермей қойыңдар, сол дейтін Қазақстанға жеңілдік қылыңдаршы, жеңілдік. Жаңағыдай направлениемен барып қаралсын. Сұрарым сол сізден. Бұл видеожолдаманы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа арналады, және де Алексей Цой, жалпы сол биліктегілердің барлығына арналады. Менің айтайын дегенім, коронавирус деп карантин қылып жатыр, қанша ай болды уже? Күз болды уже. Бірақ коронавирус емес, пневмония. Бұл ауру қаяқтан шықты? Осыған бір түсіндірме бердіңдер ме, білмеймін. Сол аурудың шетін біз де көрдік. Емделіп, ақшамыз бітті. Енді қалай емделеміз? Өзіміз кішкентай ауылда тұрамыз. Қалаға жібереді емдел деп. Қалаға ақшамен бару керек, оған ақша жоқ.
42.500 дейді. Ол да берілмеді. Оны да алалап беріп жатсыңдар. Одан кейін 21.000-ге түсіп кетті. В общем, жалпы дейтін білмеймін. Білгендерің жасап жатсыңдар, ойран салып жатсыңдар. В общем, халық үндемей отыр.